үміттеніп жүрмін деп. биыл ала алады құдай қаласа. Биыл пәтерлі болады ол кісі. Құтты болсын. Уақытын сұрап жатыр. Уақытын айта алмаймын, бірақ биыл құдай қаласа жылдың аяғына дейін ол кісі пәтерлі болады. Неге десеңіз, 70 қаншасы деді? 53-ші деді, 53-ші. Ол биыл даже апрельде іліне ма? Алдындағылар отқаз берсе, просто осал топ бөлінеді ғой. Многодетныйлар. Осал топтың өзі 4-ке бөлінеді. Бұл жерде Жетімдер жеті 20%, сират. сироттар 20%-дан. Я бұл сол топқа кіреді Жоқ, екен. биыл алады ол кісі. Биыл алады. Сәлемдемемен Мұнда- жіберіңіздер. Егер сіз үй алып жатсаңыз, сіздің үйіңізге қоныс тойға міндетті түрде барамыз. Құдай қаласа. Тағы да бір өзекті мәселенің бірі осы Іле ауданында арық мәселесі өте аз дейді. Соның себебі мен салдарынан осы суда лайға батпақ болып жүріп отырмыз. Жалпы осы арық мәселесін қарастырып жатсыздар ма? Осы мәселе қалай шешім тауып жатыр қазір? Негізі арық мәселесі бұл Іле ауданында бар ғой негізі. Болған дүние ғой. Просто ол уақытымен тасаланбайды.